Оқушылар, қазіргі өтетін сабағымыз қазақ тілі. Кітабымыздың 24 және 25 бетін ашып дайындала қойыңдар. Тақырыбымыз мәтін және оның түрлері. Оқушылар, бір қайталап жіберейікші. Мәтіннің түрлерін еске түсірейік. Әңгімелеу мәтіні, оқиғаны ретімен баяндайтын мәтін әңгімелеу мәтіні деп аталады. Сипаттау мәтіні, зат немесе құбылысты суреттеп сипаттайтын мәтін сипаттау мәтіні деп аталады. Пайымдау мәтіні, оқиға құбылыстардың себебін дәлелдейтін мәтін пайымдау мәтіні деп аталады. Енді оқушылар, дәптерлерімізді ашайық. Отыз сегізінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді мәнерлеп оқып шығайық. Бір баланың иті болыпты. Баланың аты Талғат. Итінің аты Ақтөс екен. Талғат балаларға Ақтөстің пайдасы жоқ депті. Балалар күліп, біздің итіміз жақсы, үйді күзетеді, пайдалы дейді. Бірде Талғат орман ішімен келе жатып, бір қасқырды көріп, қорыққаннан айқайлап жібереді. Оны Ақтөс естіп жүгіріп келеді. Ақтөстің аф деген деп үргенінен қасқыр қаша жөнеледі. Талғат оның көмектескеніне риза болады. Содан кейін Талғат Ақтөспен жақсы дос болып кетіпті. Оқушылар, сұрақтарға жауап бере кетейікші. Баланың аты кім? Иттің аты ше? Ақтөстің қандай пайдасы бар екен? Жарайсыңдар. Оқушылар, дәптерлерімізді ашамыз. Бүгінгі күннің жадын жазамыз. Бүгін қыркүйектің 17-сі. Оқушылар, 17 санын жазбаша түрде жазамыз. Сынып жұмысы 39-шы жаттығуды көшіріп жаза қойыңдар. Оқушылар, сендерге тапсырма. Осы көшіріп жазған 39-шы жаттығуды 38-ші жаттығумен салыстырып көріп, айырмашылығын айта қойыңдар. Өздеріңнен күн кешегенге дейін кері байланыс күтетін боламын. Қазақ тілі сабағы осымен аяқталды.